Қазір кешкі істен түсетін уақыт болыпты. Шаншанда адам пендесі жоқ, мен ғана қаппын. Баяғы уақытым жетпейді да әлгі немене қылуға. Ерте қайтуға. Мына мадиамде қалқым, қараңыздар. Бір 20-30 ғана бар мынадан 45-тен қимыл қылып берейін. Мынау әрі сөйтпейді, мынандай тақырақ. Оқушы балалар кисеңіз де жып-жылы күз көктем қыс кие бересіздер. Мына бұлай кисеңіз де болады міне. Міне, пас-пас бар ғой. Қалай киюші еді осы миды істемей қалды ғой. Одан кейін бұлай сыдырып кисеңіз де болады. Мына ішімдегі итау жүң жібек қыздары жақсы көргенлерге қыздарға бір коншаншүйдің бөтелкесі ішіндегі суымен қосып соған берем. Бір коншаншүйдің бөтелкесі десем, көп нәрседе қалқым бір 1-2 сомды ойлайсыздар. Әрбір нәрсе бағалай білген жерде құнды десем сенесіздер ме? Мына жібек кәрісем да көп тайыпқа. Мисалан, бір бөтелке коншаншүйді әзір сіз шөлдемеген кезде қойсаңыз ол 1 сом. Шөлдеген кезде көшеде мәгезінен 2 сом. Ал енді құмлыққа апар қойыңызшы. Бір адамның жанын құтқарғалы тұр қанша? Миллион сомға ал, 1 триллионға ал десе аласыз пұлыңыз болса. Неге? Өйткені сол бір бөтелке су сіздің жаныңызды құтқарады. Соған әрбір нәрсе сол уақыт сағатында бағалай алған жерінде қымбат. Соған әрбір адам өзі сүйетін кәсібін істеу керек. Мисалан, сіз нені жақсы көресіз? Чұқым соны істеуіңіз керек та. Өйткені сондай жерде сіздің құныңыз болады. Мисалан, мен әзір бұрын мен оқытушы кезімде айында бір 4-5 мың сом ғана мағаш аламын, ештеме емес, сондай ғой. Бірақ әзір мен қанша халыққа осындай киім сатып, күнде қанша кіріс кіргізіп жатырмын, мисалан. Соған мен осы кәсіпке лайық болғандықтан осы кәсіп талдадым. Және бір адамдар бар да, мисалан, бүйтіпті бір жүңголық бала құмарға құштар, әлгі құмар болғанда еуши, сүйсе әке шешесі, ана сен еуши ойнадың деп баласын ұрып боқтап апармаған мектеп жоқ, бұны тура әлгіндей әрби мектепте сөйтіп үйретіп баласын жындығып тартында. Ал бір кореялық бала сондай еушиға, мыналар 35 қалқым дүзбірәс етмақта. Құмар екен, оның әке шешесі бопты, еуши ойнаудың үшінде білім керек, алдымен мектебің жақсы оқы деп, сөйтті әзір оның дүние жүзінде 47 жерде еуши күңсісі бар екен. Қанша ақша дедік, жылдық кіріс айту, сондай екен. Демек, баланы да кейде ананы мәжбүріге қымау керек. Әрбір адамда талант болады. Мисалан, кейбір адам ән айтуды, мисалан, ақын дейсіздер, тума шығады ғой, тума. Жаттап бір жерден сізге айтып бермейді ғой. Соған ол тума нәрсені өліп кетсеңіз де сіз баса алмайсыз да, жарата алмайсыз. Ондай болғаннан кейін, сол балалардағы ченніңді қоямыз, оны жақсырынға біледі. Осы ченніңін кайфа қыла алсаңыз, сіз атақты бала тәрбиелеген боласыз. Кейбіреулер оқыса ғана болды деген көне сасық идеямен феодалдық қоғамдағы баланың ченніңін басып етесіздер да, сол балада бар нәрсені фақи қылып шығарамай, сап-сау балаңызды жынды қыласыздар. Балаға гай беріп, ченніңін көбірек фақи қылыңыздар. 75-ке 2 құты мына балаңызды ақылдан, ой, машалла, міне, маша, о, жудалы. Мына гайды